Қайырлы күн. Бүгінгі қаржылық білім арнамызда біз ақшаны тиімді жұмсау, қаржыны ұқсату туралы біз әңгіме қозғайтын боламыз. Бұда қаржылық сауаттылық бойынша ақшаны біз жаратуда өздеріңіз білесіздер, отбасындағы кикілжің және де мынау жалпы ажырасулардың 24% зерттеулер бойынша бұл қаражаттың жетпеуіне байланысты болып табылады. Олай болатын болса, біз қаражатты есептеуді, қиыстыруды біз білуіміз керек. Ол үшін бізге қаржылық білім керек. Бүгінгі біз дәрісімізде біз экранда берілетін болады 6 құмыра әдісі. Жаңағы қаржының 6 құмыра әдісі. Осы әдіс бойынша біз жұмсайтын болсақ, біз әр отбасында қаражат жеткілікті болады деп мен ойлаймын. Жалпы кіріс дегеніміз не? Бұл жалпы кіріс дегеніміз бизнестен түсетін жалақы, зейнетақы, ақша аударымдары, жалға беруден түскен табыстар, басқа да кірістердің барлығы бұл отбасылық кірістерге жатады. Жалпы кедейшілік қаяқтан болады? Есеп қисап жүрмеген жерінде кедейшілік болады. Мысалға, көп жағдайда мынау жазулы кіріс пен шығыстары жазулы болатын болса, ол отбасы табысқа жетеді. Ал енді шығыс дегеніміз не? Бұл жаңағы тамақтануға, көлік шығындары, медициналық шығындар болатын, басқа да өмірге қажетті шығындар. Бұлардың барлығы біз есептеп үйренуіміз керек. Жаңа сіздер математикасы пәнін оқыдыңыздар ғой, содан бәрін есеп қисабын жүргізу керек. Жалпы одан кейін мен айта кететін мәселе бұл есеп қисап дейді. Есеп дегеніңіз бұл дәл болады. Есептейсіз, қанша қаражат отбасына түседі, қалай кетеді. Ал енді сол отбасына түсіп отқан ол 100 мың болсын, миллион болатын болсын, оның есебі қисабы болмайтын болса, сізде ешқашан дәулетті болмайды, сізде даму болмайды. Сондықтан сіздің отбасыңыздағы қаражатты кім ұстау керек деген жағдайда енді мұсылманшылыққа салатын болса, оны ер азамат жауапты отбасының қаражатына. Ал бірақ дегенменен де ақшаны жеткілікті қылып кім ұстай алады? Сол отбасындағы қаражатты ұстау керек, менің пікірімше. Ал енді бүгінгі біз сіздерге дәрісімізде біз қаржыны тиімді жаратудың 6 әдісі туралы мен сіздерге түсіндіріп берейін. Ақша жаратудың 6 құмыра әдісі деген бұл жаңа ақшаны тиімді жаратудың әдіс амалы болып табылады. Бұл 6 құмыра дейді. Яғни 6 ақшаны келген табысты 6 бөлікке бөліп жарату. Яғни бірінші бөлік, бұл бірінші құмыра деп аталады. Бірінші бөлік бұл жаңағы жинақ. Джон Клейсонның «Самый богатый человек в Вавилоне» деген кітабында осы туралы айтылып өтіледі. Әуелі ақшаны өзіне төлеу керек. Бай қуатты болатын адам жалпы ақшаны өзіне төлеу керек. Өзіне төлеу дегеніміз не? Мысалға біз ақшаны алған кезінде сіздер байқасаңыздар, біз мынау ақшаны қарыздарға береміз, қарыз-құрыздарға береміз. Қарыздардың бәрін беріп келген кезінде өзіңіздің отбасыңызға болмаса өзіңізге осы жетпей жатады. Бұл неден жетпей жатады? Сондықтан біз ең бірінші бай қуатты болуымыз үшін біз ақшаны әуелі өзімізге төлеп үйренуіміз керек. Өзімізге төлеуіміз керек. Мысалға 10%-дан 25%-ға дейін өзіңізге төлеуіңіз керек. Мысалға бұл қалай? Егер сіз табысыңыздан айына 1 грамм алтын, мысалға 1 грамм алтын, мысалға нарықтық бағасы 26 мың теңге болатын болса, сіз ай сайын 1 грамм алтынды сатып алып жинайтын болсаңыз, мысалға 1 жылда 12 грамм жинайсыз, мысалға. Ол сол сияқты. Ал енді сіз жаңағы жинақтамайтын болсаңыз, ол ешқандай даму да, өркендеу де болмайды. Бұл дәулет қалай келеді? Оны Бодо Шефер айтады, бұл дәулет жинақтаумен келеді дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан ең бірінші бөлік бұл сіздің қаражатты жинауыңыз аса маңызды болып табылады. Қош делік. Екінші амал, екінші құмыра, бұл ең маңызды физиологиялық шығындарға жұмсалады. Бұл сіздің өмір сүруіңізге, тамақ ішуіңізге, киім кешекке, мысалға жаңағы жарыққа, жылуға, көлікке кеткен ақшаңыздың барлығы жалпы шығынның 55%-ын құрауы керек. Үшінші құмыра. Бұл үшінші құмырада, үшінші амалда бұл жаңағы табысыңыздың 5-10%, яғни 100 мың тапсаңыз 5 мың теңге, 10 мың теңгесі. Енді
Содан сіз жаңағы демалуға ақша қаражат жинап отыруыңыз керек. Мысалға айына 5.000-нан, болмаса 10.000-нан табысыңыз артқан сайын сіз арнайы жинап отыратын болсаңыз, сіздің жаңағы демалуға керек. Біздің жаңағы қазақтарда мынандай сөз бар: құлша жұмыс істеп, бейше демалу деген сияқты. Демалу аса маңызды. Оны өздеріңіз Мәшһүр Жүсіптің дем философиясы туралы мен болашақта айтып өтетін боламын. Адамның демалуы ол өмір сүру сапасын арттырады, аса қажетті. Төртінші құмыра, төртінші амал, бұл сіз резервный, бұл мынау жұмсалмайтын қор. Оған 10% түсіп отыру керек. Мысалға, қаражатыңыздан. Мысалға, сіз айына 200.000 теңге табатын болсаңыз, сіз оның жұмсалмайтын қорға 20.000 теңгесін салып отырасыз. Сізде бір жылда сонда 240.000 теңге сіздің жұмсалмайтын қорыңызда болады. Жалпы әр отбасында қазіргі мынау осы 22 жылға жағдаят бойынша әр үйде бір жұмсалмайтын 300.000 теңге ол сейфте тұру керек. Не үшін? Мысалға ақша дейміз, ол аз қаржыны біз ақша деп айтамыз. Қаржы дегеніміз біз мол болып жиналған сайын ол қаржы болады. Сізді біреуге тәуелді етпес үшін, сұраншақ болмас үшін әр үйде 300.000 теңге сейфте, ол қол жетімді, кез келген жағдайға дайын болып ол тұру керек. Сол үшін айтып тұрмын, әр қайсында резервный, бұл жұмсалмайтын қор болу керек. Әр отбасында болу керек, ол міндетті. Ал енді мынау 5-ші құмыраға тоқталатын болсақ, бұл ірі сатып алулар. Мысалға, жаңағы сіз ипотекамен үй алуыңыз мүмкін. Үй алу, мысалға жаңағы үлкен теледидар алу, болмаса жаңағы көлік сатып алу болатын болса, оны жоспарлау керек міндетті түрде. Біз қазір бірденнен барамыз да сатып алғымыз келеді, жаңағы сөйтеміз, біз ала саламыз. Ала саламызда біз жаңағы кейіннен не болды? Біз банкті жамандап шыға келеміз. Түсініңіздер ме? Банкті жамандамас үшін сіз жаңағы ірі сатып алуларға сіз дайын болуыңыз керек. Мысалға, сіздің алатын телевизорыңыз 1 миллион теңге ма, сіз айына 10.000 теңгеден жинаңыз, болмаса 20.000 теңгеден жинаңыз. Жалпы жинақтау, ірі сатып алуларға біз дайын болуымыз керек. Мысалға, сіз үй алғыңыз келетін болса, мысалға, сіз оған дайындалуыңыз керек. Жалпы дайындалып, сіз ипотекаға алғаннан гөрі нақты ақшаға алатын болсаңыз, сізге арзан түседі. Сондықтан қаржылық сауаттылықта азаматтың қаржы жинақтау дағдысы аса маңызды болып табылады. Содан кейін 6-ші құмыра, бұл мынау қайырымдылық деп айтады. Түсініңіздер ме? Қайырымдылық деп айталады. Бұл енді жалпы мен сіздерге ұсынып атқан әдісім, бұл еврейдің әдісі. Сондықтан бұл мынау 5% бұл қайырымдылыққа жұмсалып отыру керек әр табыстан. Көрдіңіздер ме? Мынау сіздің, мысалға, мынау Рокфеллер деген бай болды. Сол Рокфеллер өзінің бай бола жүріп, сол табысы аз кезінің өзінде бұл қайырымдылық берумен айналысты. Және де жалпы қайырымдылық дегеніміз біздің қазақтың қанымызда бар. Сіз түскен табысыңыздан, сіздің бай болғаныңызда не керек? Сіз табысыңыз аз кезінде сіз қайырымдылық жасап үлгермесеңіз, сіз дағдыланбасаңыз, сіз жаңағы кедейлік санада қалып қоясыз. Мәрттік қасиетіңіз болмайды. Бұл біздің жаңағы қазақта әдемі бір мақал бар: бай болғысы келмейтін кісі жоқ, құдайы қаламайды дейді. Хан болғысы келмейтін кісі жоқ, халқы қаламайды дейді. Сол сіздің құдай қалау үшін сіз мынау мәрттікті, жомарттылықты, рақымшылықты сіз ұстануыңыз керек, 5% беруіңіз керек. Мысалға, 100.000 тапсаңыз, 5.000 беріңіз. Бар ғой, қазіргі қарекет деген қор бар, неше түрлі адамдарға көмек. Адам дегеніңіз жалпы адамзаттың жер бетінен мынау рақымшылық кетпеу керек. Алла тағала 100 мейірім жаратты, рақым дейді, соның біреуін осы жерге берген дейді. Сондықтан осы мейірімділікпенен адамдар бір-біріне көмектеседі. Жалпы жануарда сол жаңағы жылқы болсын, піл болсын, өзінің баласына мейірімділікпен қарауы осы 1% екен. 99-ы Алла тағаланың жанында қалған екен. Сондықтан қайырымдылық дегеніміз бұл аса маңызды болып табылады. Сондықтан сіз мән беріңіз. Мен тағы да бір жаңа қайталап өтейін. Ол ең бірінші жинақтау, екіншісі ол физиологиялық қажеттілік, үшінші ол демалуға жинақтау, жұмсалмайтын қордың болуы, ірі сатып алуларға дайындалу және қайырымдылық. Мінекей, жалпы сіз осы ақша жаратудың осы Алтайбай қажыдан ұсынылған
мықты құмыра әдісін сіз ұстанатын болсаңыз, сіз таршылық көрмейсіз. Бай қуатты болайық.